Достар, жасанды интеллекттің кесірінен қалай адамдар жұмыстан айырылып қалады? Қазір мен сізге мысал ретінде көрсетсем. Мысалы, мен осындай бір жасанды интеллект бот жасадым. Код қолданбай деген сөз, ол кез келген адам жасай алады деген сөз да. Қазір мен сізге көрсетейін. Мысалы, бізде мынандай университет бар да, Сулейман Демирел деген университет, өзімнің оқыған университетім, сондықтан осы соны мысал ретінде алдым. Мысалы, университеттің сайты бар, иә, сайтта көп ақпарат бар. Қалай университетке түсеміз, қандай программалар бар, бакалавриат, магистратура, неше түрлі ақпарат бар. Адам қазіргі заманда адамның уақыты жоқ та, оған тезірек жауап керек. Оған мысалы біреуге хабарласқан, телефон соққан ыңғайлырақ та. Кейбір адамдар чатпен сөйлескісі келеді, мысалы көп жағдайда. Мысалы, біз қазір сізге демо көрсетейін. Бұл демода біз мына университетке онлайн ассистент жасаймыз. Яғни адам сол ассистенттен сұрақ сұрағанда университет туралы, ол оған жауап беріп отырады. Негізінде бұл нәрсеге мысалы компаниялар, мысалы университет болсын, әдейі адамды отырғызып қояды да, сұрақтарға жауап беріп отырады. Бірақ мына жасанды интеллекттің арқасында, немесе кесірінен десем бекен, скорее арқасында бұл ассистент уже керек емес та. Жасанды интеллект толықтай бұл сұрақтарға жауап беру жұмысын өзіне ала алады. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Мінекей, мен Telegram программамды ашам. Бұл Telegramда мен бот жасап қойдым осы университетке, тест боты. Мен ол ботқа университет туралы сұрақтар сұраймын. Мысалы, мен бірінші автоматизацияны қосып қойын, чтобы бізге бот бірден жауап беріп отырсын. Мен мысалы қазір университеттен сұраймын. Саламатсыз ба, ештеңе білмеймін, просто сұраймын. Бакалавр сізде бар ма? Қандай қате жазады ғой адамдар, сұрақ сұрады. Соның өзінде жасанды интеллект түсінеді да, және көріп отырғандай қазақша жауап береді. Мінекей, бакалавры бар, бізде осындай программалар бар деп уже жауап беріп жатыр. Мысалы, тағы не сұрауға болады? Универ қайда орналасқан? Мысалы, кез келген сұрақтар сұрай беруге болады. Университет осындай университет жерде орналасқан. Алматы қаласына орналасқан. Енді қараңыз, мен бұл жасанды интеллектке СДУ туралы қысқаша информация бердім. Толықтай ақпарат берген жоқпын, бірақ соның өзінде уже жақсы жауап беріп жатыр да. Енді қараңыз, мен сізге демо көрсетейін. Бұл демода біз мына ботты, жасанды интеллект қалай құрастырдық, соны көрсетемін. Мінекей, осы жасанды интеллекттің құрастырылған түрі. Бұл мынаған қарап шошымаңыз, бұл деген негізі өте оңай нәрсе. Просто қайсы не нәрсеге жауапты екенін шамалап айтып беремін. Қазір просто демо ретінде сізге көрсетейін қалай мына бот жұмыс жасайды. Қазір қараңыз, тест деп басам. Мынаны бірінші өшіруім керек. Тест деп басам, сосын жазамын, мысалы, магистратура бар ма? Қандай бағдарлама? Орысша да жазсаңыз болады, ағылшынша, кез келген тілде жазсаңыз болады, жауап береді. Міне, көрдіңіз бе? Вот уже жұмыс істеп жатыр, ойланып жатыр. И қазір мінекей жауап берді. Көрдіңіз бе? Міне осындай магистратуралар бар, осындай бағдарламалар бар деп жауап беріп тұр. И бұл өте қызықты және күшті да, өйткені бірде-бір код жазып алдым да бұл нәрсені жасағанда. Енді қысқаша айтып өтейін, бұл әр ноут деп айтады ағылшынша, не нәрсеге жауап береді. Мысалы, мына біріншісі, ол телеграмға жауап береді. Телеграмды оқиды, сообщенияларды. Сосын телеграмда, мысалы, біз старт деп басамыз ғой, ботты бастағанда, соны игнор жаса деген сөз да, ештеңе істеме деген сөз. Негізі старт басқанда саламатсыз ба деп жауап беру болады негізі бізге, бірақ мен ондайды істеген жоқпын. Сол үшін старт болса игнор жаса деп айттым. Сосын келесі шаг, егер старт болмаса, онда сообщение оқы деп тұр. Мысалы, текст болса мына жаққа кет, ал егер аудио жіберсең былай қарай кет дейміз. Аудионы тоже распознавать етеді. Мысалы, мен ағылшынша бірдеңе сұраймын, оны да оқиды да. Мысалы, қараңыз, тест деймін, мен аудио жіберемін. What kind of bachelor programs do you have? Ағылшынша жаздым, себебі қазақшаны өкінішке орай қазір түсінбейді. Бірақ орысша түсінеді.
қазір ағылшыншаны мінекей маған ағылшынша жауап береді, себебі мен ағылшынша сұрадым. Бізде осындай, мен одан сұрадым, бакалавриат қандай мамандықтар бар деп, мынандай мамандықтар бар деп маған көрсетіп тұр уже. То есть ол сондай ақылды, ол даже аудионы да түсіне алады. Әзірше қазақшаны түсінбейді, бірақ менің ойымша бір жылдан кейін уже түсінетін болады шамамен. Өйткені орысшаны уже түсінеді. То есть мынау сол, егер аудио болса, мына жақындатайын, аудио болса, мына жерге бар, аудионы скачать ет, иә. Содан кейін сол аудионы ағылшын тіліне жаңағыдай аудар деген сөз да, ол текст түрінде аударады. Сосын мына агентқа береді. Мынау ең жүрегі бұл ненің, боттың, мына агент деген. Мына екінші жолды көрсетіп кетейін. Ал егер аудио емес текст жазсақ, онда мына жаққа барады. То есть түбінде мына агентке текст береміз. Текстта сұрақ болады. Сосын агентте мынандай не бар. Біріншіден мына модель деген нәрсе бар да. Модель деген қандай LLM дейді, жасанды интеллект модели, адамдармен сөйлесу моделі да. Қандай модель қолданасың? Біз енді ең дамыған ChatGPT-ні қолданамыз да. OpenAI берген. Соны қолданамыз. Сосын memory деген, бұл мысалы мен ChatGPT-мен сөйлесем ғой. Агентпен сөйлесем ғой, агент мен туралы біледі. История переписки бар да, ол өте маңызды. Сол үшін Windows Memory деген бар. Бұның навороченный түрлері бар. Мен пока просто базовый түрін қолдандым демо үшін. Мен мысалы ертең жазсам ботқа бірдеңе деп, ол маған уже бұрын сөйлескен история бар. Мен не туралы сұрадым, соның барлығы оның миінде сақталған. Ол өте күшті да, себебі мысалы компанияда бір адам болса, бағанағыдай жауап беріп отыратын, ол кетіп қалуы мүмкін жұмыстан, басқа біреу келеді, ол есінде жоқ, бұл не адам деген сияқты. Немесе қарауы да ұзақ болуы мүмкін да. Қолмен жасағанда сен оның историясын қарап отыру система болмаса, CRM система деген сияқты ұзақ болуы мүмкін. А так миы жасанды интеллект памяттен оқи береді да оны. Оны еще программировать етіп қоюға болады. Программировать дегенде тоже подсыз сол историяға қара, мысалы адамға кезінде не керек болды, қазір не керек деген сияқты логикалар қоса беруге болады. Адамға жақсы ақпарат беру үшін, жақсы сату үшін деген сияқты. Содан кейін адамда бана агентта неше түрлі инструменттер болуы мүмкін. Көп инструменттер болуы мүмкін. Инструмент деп атайды, тул да, құрал. Бізде мынау основной құрал қазір мен жасанды интеллектке берген, ол Vector Store Tool деген бар. Бұл тақырыпты RAG деп атайды. Жасанды интеллект кез келген PDF документ, Word документ, кез келген файлды оқи алады. Сол файлдағы знанияларды, білімді қолданып адамдарға жауап береді. Вот менде сондай нәрсе болды, сондай мақсат болды. Бұл агент университет туралы барлық ақпаратты беру керек. И ол ақпаратты мен Word файл ретінде бұл неге құйдым, жасанды интеллект. Ол сол жаққа барады да оқиды. Бұл соған жауап береді, вектор деп атайды. Жасанды интеллект жақсырақ түсіну үшін оны осындай векторный форматқа аудару керек. Бұл соған жауапты, все. И соны ойланып, бұл ақпараттарды алып болғаннан кейін агент қайтадан Telegram арқылы адамға жауап береді. Осылай қысқаша түсіндірілмесі. Демоны көрдіңіз, адам чат-ботқа жаздық, ол жауап берді. Енді бұл жерде тек қана Instagram емес, бұл нәрсені тек қана Telegram емес, бұл нәрсені Instagramға да қоюға болады. Instagramнан сұрақ қойғанда жауап беріп отырады. WhatsAppқа да қоюға болады, кез келген каналға қоюға болады осындай ассистентті. Бұл ассистент тек қана бір ғана мысалды, бұл сияқты көптеген күшті агенттер жасауға болады. Өз бетімен жұмыс жасайтын, сізге көмекші болатын. Мысалы, сіз айтасыз, аудиомен жібересіз, маған менде қандай почта бар, маңызды, соны сұрайсыз да, ол сізге жауап береді, осындай нәрсе бар. Немесе бүгін календарь бойынша менде қандай шаруаларым бар еді деп сұрасаңыз, ол сізге жауап береді, бана почтаңызға, календарыңызға барады да, қарайды. Вот сондай сияқты задачалар бар. Немесе мысалы по расписанию аптасына бір рет, немесе күн сайын осы нәрселер жаса деп задача беріп қойсаңыз болады. Сондай көптеген қолданыстар бар осындай агенттердің. Және бұл нәрсені бұл жерде ешқандай код жазылмаған,
кез келген адам жасай алады. Программирование білмесе де осыны жасай алады. Барлығын мына көріп отырғаныңыздай мышкамен бүйтіп қозғап бір-бірімен байланыстырып логикасын құрасың. И әр кейсқа әртүрлі шаблондар бар. Мысалы, ассистент жасау үшін осындай шаблонмен жасайсыз, уже дайын да. Мына жерден басасыз да import дейсіз. Сол шаблонды загружать еткенде осындай болып шыға келеді. Вот өте оңай. Басқа кейстарға басқа шаблон керек деген сияқты сөйтіп кете береді. Вот осындай күшті құрал, осындай мүмкіндік бар қазіргі таңда. Сізде осындай нәрселерді жасау арқылы орта және шағын бизнеске өзіңіздің қызметіңізді атқара аласыз. Кезінде мысалы сайт жасау деген сияқты мода болыпты. Қазір уже сайт ешкім жасамайды, бірақ мынандай ассистенттер бәріне керек. Вот мен алдында просто опрос жібердім, кімге осындай автоматизация керек деп. Көп адам хабарласты да, көп адамда осы проблема. Көп бизнеста уақыты жоқ, бәріне жауап беріп отыратын. Осыны ассистент жасап берсеңіз, мысалы, сізге аямай ақшасын төлейді да бизнес, өйткені ол қанша уақытын үнемдейсің. Ассистенттен бөлек басқа да көп мысалы применение бар да бұл нәрсені. Мысалы, допустим, шаштараз алайық, шаштаразға адамдар көп хабарласады. Инстаграм, тикток барлық жерден хабарласады. И оларға көмектесу керек әртүрлі сұрақтармен. Мысалы, қандай сізде услуга бар? Мен деген жазылайын деп бермейді да, мысалы. Записке мен жазыңызшы дейді. Агент не істей алады? Ол базадан қарай алады. Қандай запистер бос, қай уақыттар бос, сол осы уақытқа адам жаза алады. Бұл өте көп ақша және уақыт үнемдейді компания. Және сіз осындай агент жасап берсеңіз, сол шаштараздарға толып тұр да қаласында қанша шаштараз бар. Сіз ол компанияға шаштаразға көмектесесіз. Және сізге сол арқылы ақша да ала аласыз. И сөйтіп жасап сарафан радиомен сіз уже осындай услуга жасайтын адамға айналып кете аласыздар. Сондай бір күшті мүмкіндік бар. Қазір бұл жаңа нәрсе. Даже Америкада да жаңа да, шын айтайын. Енді келіп жатқан нәрсе. Қазақстанда тем более жоқ. Сіз бұл нарықты алыс жасай аласыз. Вот сол туралы айтқым келді бұл видеода. Жақында эфир жүргіземін. Одан да көп нәрселер, ақпараттар беретін боламын. Және осы нәрсені үйрететін боламын толықтай. Мына жерде нюанстармен қалай мынаны құрастырамыз, қалай векторный база жасаймыз, қалай чат GPT-ді қосамыз. Соның барлығын үйретемін да, адоя және комьюнити ретінде жасаған деп тұр. Осы жолы қауымдастық ретінде. Мысалы, не просто курс жасап, оны қарап, содан кейін ұмытып кету емес, кәдімгідей комьюнити жасаған деп тұр. То есть жабық телеграм каналда бүкіл ақпарат сол жақта болады, және общение болады, нетворкинг құрамыз. Сондай форматта жасаған деп тұр. Енді көбірек толығырақ эфирді айтатын боламын. Бұйырса эфирден қалып қоймаңыз. Эфир тегін болады. Эфирді көру үшін төмендегі ссылкаға басып, WhatsApp группаға кіріп алыңыз, сол жерде толығырақ ақпарат беретін боламын. Сол, қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыз.